Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым, бұл Майкар KZ арнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы. Дәл қазіргі сәтте біз БМВ-лардың аламан, ұлан, асыр дүбірлі тойындамыз. Бүгін қалада өз-өзін сыйлайтын БМВ қалмаған секілді, себебі барлығы мына осы іс-шарада. Бүгін түрлі жарыстар болады. Драгтан, яғни жарысатын жарыс. Одан кейін мынадай артында түтіндеп тұрған көріністер ғой. Дрифт жасап жарысатын болады, және де мұржалардың дауысымен жарысатын болады. Клубтар арасында жарыс болады, және де әдемілік бойынша кім көлігін әдемірек сәндеген екен. Сондай номинациялардан БМВ көліктерінің арасындағы жарысқа келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгін ең Қазақстандағы әдемі айтулы деген БМВ-ларды сіздерге көрсететін боламыз. Кеттік! Пожалуйста, не вставляйся. Дәл қазіргі сәтте жабық тұрған БМВ-ны ашып көрейін деп жатырмыз. Не деген машина, не деген Альпина. Дрифт деген осы ағайын. Ана ручникті бір тартып, әшін сәл ғана тоқтап қойған дрифт емес. Мен дәл қазіргі сәтте көрме алаңында мына раритетті қараңыздаршы. Бұл жақта осындай ескі 70-ші жылғы көлік, 80-ші жылғы көліктерден бастап, қазіргі соңғы поколение, яғни соңғы дәуіріне дейін көліктердің барлығы көрсетілген. Яғни қандай көлік, БМВ-ның қайсысын көргім келеді десеңіздер, солардың барлығы бүгінгі көрмеде бар. Бұл көрме алаңы ішінен таңдап жүріп, сіздерге қандай түсі ұнайтынын, қандай қозғалтқыш ұнайтынын, қандай мұржасы ұнайтынын, қандай диск ұнайтынын барлығын табуға болады. Біз сіздерге ішіндегі ең әдемі, ең қызық дегендерін қожайындармен бірге сұхбат етіп көрсететін боламыз. Кеттік. Қараңыздар, мына көлік міне Өзбекстаннан келген екен. Дисктар бірден алыстан көзге түсті. Прям өзбек ағайындар номермен тұр. Міне дәл осылай мұржасын көрсете алатындар, мұржасын көрсетеді. Бір нәрсе сөйлеп, айтып жеткізу мүмкін емес. Мына жақтан музыка, мына жақтан дрифттің дауысы, мына жақтан осындай мұржалардың дауысы болып жатыр. Бірақ сіздерге барынша мәлімет беруге тырысып жатырмыз. Сол үшін дауысым естілмей жатса, түсіністікпен қараңыздар. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. It's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't even making love. So come give me a hug, give me a rub. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't even making love. So come give me a hug, give me a rub. БМВ-ны фанаттары біледі, Таразда біздің жалпы оңтүстік өңірлерде қатты дамыған, дрифт жасап, осындай БМВ-ларды жинау, E34 жинау. Мына біздің дәл қазір қасымызда Дикс, ассалаумағалейкум, қош келдіңдер. Тараздан арқаланып барлығы делегация болып келген екен. Енді қандай көліктермен келдіңдер, жалпы бұл движение қалай пайда болды сендерде Таразда, соны барлығы айтып берсіңдер. Неге қызығушылық қайдан пайда болды? БМВ-ға деген қызығушылығымыз ол балалық шақтан ғой, әркімнің өзінің балалық шағында қызығушылық болады. Бізде жалпы 8 машина болып келдік Тараздан. GT34, біреуі E60, 4E8, мен механик екен. Бұра сар сенікі ғой? Иә. Бұны видеолардан көп көредік, Таразда кім барса да осы күтіп алатын, алдынан шығатын. Жалпы, осындай жинайын деген адамдарға не айтасың? Жинайын деген адамдарға жинасын, қызығушылық болса, өзінің ойындағыдай жинап алған дұрыс деп есептеймін. Енді мына жерде топ 16-дан жалпы топ 8-ден қайсы жалпы ең сені көңіліне шығатын бір жолын алады деген көлік? Қалай? Состояние жағынан? Состояние жағынан и былай мынаған ақша салған екен дейтін жағынан. Состояние жағынан ар жақта 34-ті. Ненің алдында тұрған ба?
нері Олжастың БМВ-лары ғой. Алматыда. Мен деген БМВ-лар, Олжастың БМВ-ларын ойнайды. Драктан кімнің Фарух БМВ-сын ойнайды. Фарухтың? Өзім ойынша, жалпы негізі өзім ойынша. Upside the hill, ride the bull. Come on, nigga, when we big, we can find you in the club. Дрифт жол деген осы бір-біріне соқпай әдемілеп кәдімгі. Қарас жеге, дерске рейсинг дейін көрдіңдер ме? Жарысқа қатысатын дайындалған осындай машиналар. Бұл жақта и осындай жарыстың машиналары, и гражданский машиналар барлығы дрифт жасап жатыр. Кім жасай алады, сол жасап жатыр ба? Рус, пару слов, брат. Пару слов туда-сюда. Туда-сюда, налево, направо. Скраб из резины, я весь пропах дымом. Ага. Да. Мероприятие называется Бимер Фест, да, брат. Как тебе атмосфера? Да, детский брат. Бимер, это что за означает? Бимер, брат, это... Вот эта бэха твоя, вот ее и поставишь, нет? Пожалуйста, не вставляй. Все. Мама, не говори деген сөз осы. Бүкіл жанарды жаулап, қанша адамды өзіне қаратып, вниманиясын алып. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Шын жүректен біздің Майкар KZ-тің қосымшасын жүктеп алды, ұмытпаңыздар. Міндетті түрде App Store-дан, Play Market-тен жүктеп алып, қазір бізде ол жақта 33 мыңнан жоғары неше түрлі көліктер сатылып жатыр. Сол себепті қарап, өзіңіздің көлігіңізді сататын болсаңыз, сонда салып, сөйтіп қолданыңыздар. Одан бөлек, құрметті достар, осы шығарылымның, осы мына выпусктың астында, описаниясында тұр, біз ең қызықты факт қалдырған адамға, BMW жайлы қызықты мәлімет қалдырған адамға пікірге сыйлығымызды дайындап қойдық. Келесі шығарылымдарда солардың ішінен таңдап сыйлығымызды беретін боламыз. Сол үшін пікір қалдырып, неше түрлі BMW жайлы фактларды жазыңыздар. Презентовал, рассказал, разъяснил, что это за автомобиль, потому что мне тоже очень интересно. Давайте еще раз аплодисменты дадим ему. Дәл қазіргі сәтте жабық тұрған BMW-ны ашып көрейін деп жатырмыз. Не деген машина, не деген Альпина. Всех приветствую! Ортасында ерекше ужас, но некоторые меня знают, наблюдают в Инстаграме, как я собирал данный проект. Мне 34 525 М-пакет. Вкратце про машину. Целый год непосильным трудом машина собиралась, не спал, не доедал, как бы, да, ну, как бы, сами знаете, кто наблюдает. Поэтому давайте откроем, ребята. Эксклюзив сіздер бірінші рет. А давайте, знаете, откроем как новогоднюю елочку, да, с обратным отсчетом. Вы готовы? Достаньте все свои телефоны. Да? Готовы? Все вместе. 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, открывай! Себе вот, она... И вот теперь вы можете обратить внимание, этот автомобиль выглядит лучше, чем с завода. Мына дәл қазіргі сәтте мына көліктің иесі, бүгінгі кештің ұйымдастырушыларының бірі, E60 клубының жетекшісі Мәке қасымызда. Ассалаумалейкум, жігіттер. Енді бүгінгі жалпы мына іс-шара туралы және де бүгін қандай көліктер бар барлығымен таныстыру керек. Одан бөлек мына көлік маған қызық болып тұр. 12 миллион берді, мен бермей қойдым деді. Енді сұрады енді. Енді оны 12 миллион сұрады бүгін, мен бермей қойдым. Жігіттер, енді қысқаша айтқанда мен бұл машинамен негізі
Менің қол астында 7 жыл. 7 жылдың ішінде негізі алдында бұл Нормально, сразу продолжай. ол кезекте негізі ақ машина болатын. Иә. Чашкаларды көрсеңіздер, біз ақты қызылға краскіледік. Қызылға краскілеген бұл машина стоковый 535 E60 негізі механикада. Қазір блок редуктор М5-те тұр, үлкен өзгерістер келді, резинаны жағады, резинаны өртейді. Сол енді, в принципе, бүкіл сток. Егер сіздер андай, BMW-ның бәрі бұзылады, май ағып жүреді дейтін болсаңыздар, мына BMW-да май ақпайды екен. Май ақпайды, негізі бұл моторды салғанда 3 жыл өтіп, 3 жылдың ішінде бір капот ашып, мотор жасайым деген мақсатта болған жоқ. Полностью стоковый деп бір рет салдық, болды, забыли деген сияқты ғой. Ұмыт кеттіңіздер ма? Ұмыт кеттік, иә. Мына кез келген осы E60-ға қатысты сұрақтарың болса, алуға тұра ма, тұрмай ма деген болса, міне клубтың жетекшісі, немесе анау осындай көлігі бар, бірақ клубта жоқ болса, міндетті түрде клубқа кіріңдер, иә? Енді біз бұл көлік тұра берсін, жарайды. Біз қазір мына жақта, мыңдаған көліктің ішінде ең ерекше қандай көліктер бар, соны Бәкемен бірге аралап шығатын боламыз. Кеттік па? Кеттік. Міне жігіттер, ең қызық машина, бұл выставкада E60 Alpina. Негізі B5 болып жүреді Alpina. Дискісін өзіңіз қараңыздаршы. Негізі дискісі самый редкий дискілер деп айтады ғой Alpina. Олай көз жасыңыз қарсаңыздар, бұл дискінің ішінде нипелі жоқ. Оның нипелі мынаның ішінде болады. Сол нипелдің значокты бұрып ашасыздар, ішінде кілті болады. Кілтмен воздухпен үрленеді. Нипел деген не екен түсінбей тұрсаңыздар, мындай ауа үрлейтіні бар ғой, жоқ қараңыздар, масқара. Мына диск қанша тұрады негізі? Бұл оригинал ғой, иә? Бұл оригинал, я 19-шы, приблизительно где-то 1,5-2 миллиондай тұрады. Мына диск 2 миллион тұрады, иә? Диск 2 миллион тұрады дейді, резинасыз, да? Резинасыз. Тек қараңыздар, мына жерде резина, Michelin, пилот, спорт тұр. Оның өзі бір шама тұрады шығар, иә? Шамамен где-то бір 750 мыңдай тұрады. Спорт баланс. Бір машина просто 4 дөңгелегінде тұр болған. Цвет әдемі екен, қандай түс? Қандай түсінде? Бұл Alpina'ның өзінің родной цветтері ғой бұлар. Ол неге деп ойлайсыздар ма? Номері неге 116 ФББ? Неге? Alpina'ның негізі қараңыз, BMW шыққан кезде Alpina AMG сияқты ғой, допустим, тюнинг компания, ол негізі ол BMW-ны сатып алады. Мұраның қазір капотын ашсақ, өзінің заводской VIN номері сызылады, сызылғаннан кейін Alpina'ның өзінің VIN номері, жаңа VIN номер сызылады. Сол VIN номер жазылып сызылғанда, бұл 116-шы номер болып келеді. Сөйтіп бастауы ма? Негізі сөйтіп бітеді негізі. Біткен кезде каждый 116, 117, 118 деген Alpina'лардың өздерінің реттер машиналары бітеді. VIN коды да солай, иә? Конечно, иә. Мәса, біздің ана соңғы алып барсам, мысалы, Реуге жіберетін болсашы, мына сызылып қайтадан жазылған деп айтпай ма? Жоқ, енді айтылмайды. Ол енді заводтан жасалған болғаннан кейін елдерде біледі уже. Біле ма? Alpina болғанымен олар уже біледі жасалған. Басқа BMW-дан өздері жасалғандар, менікі Alpina деп тұр. Жоқ, енді ол енді білмеймін, енді бүкіл комплектация бойынша бұл жерде ішіндегі салонымен де бәрі Alpina бұл. Негізі күшті, редкий емес. Бұл негізі Олжас жасап жүр бұл машинаны, презентовать еткен, Олжас ЗЗЗ деген болса, өздерің танисыздар жігіттері. Иә. Все, дерзкий екен машина. Тағы да бар көрейік. Енді біз өзі E60-ның жетекші болғаннан кейін жайлап E60-тардан бастайын еді. E60-ның міне енді бұл E60 535-ші модельді машина 535 дейді ғой, турбо. Негізі хозяйны жанында тұр. Бұл родной краски E60 бұрынғы, если білетін адамдар болса, 0.55 AST 02 деген сол машина болатын. Топтың топы енді. Әдемі. Енді топ 32-ге кіріп тұрғаннан кейін ол әдемі болады. Бүгін айтпақшы, топ 32, топ 16, топ 8, топ 4 анықтайды, иә? Анықтайды. Біз білетін боламыз, кеткі ары қарай. Енді қараңыздар, негізі 34. Самый обычный 34. Енді бұлай қарасаң, номерде 34 VIP 02 деп тұр.
мына Қазақстандағы ең танымал E34 мынау, иә? Иә. Әсіресе мынау Инстаграмда көп отыратындар рилстан күніге көреді. Күніге көреді ғой. Ретке кіре береді. Өзіміздікіне кірмейді, бұл кісіге кіреді ғой. Негізі стендспен бұрынғы мотофестте қатысқан бұл кісі. Неше түрлі номинация алған. Енді мынаны қарасаңызшы, бұл жерде жатыр кәдімгі. Жатыр. Киіліп бұның енді айтпай қойын, бұның дискінің бағасын енді білмеймін. Yani orası айтады ғой, я не могу себе представить, сколько они стоят дейді ғой. Елестету қиын ба? Елестету қиын енді. Мен тап-таза қолмен ұстасам сырып қоятын сияқтымыншы. Енді жақындаудың өзі қорқынш екен. Хозяинға респект. Жақсы жігіт. Ержан ба кім? Ержан. Красавчик. Бұған қанша ақша кетті екен негізі? Онысын білмеймін, онысын хозяин тауып алып сөйлесе жақсы болушы еді негізі. Миллион, Егер бұл көлік қызық болса, менен бұл көлікке шолу қызық болса, пікірлерге комментке жазыңдар, мынаған шолу күтеміз деп. Және де айта кетейін, описанияда тұр, біз Майкардың атынан сыйлық береміз. Кім ең күшті комментарий қалдырады, мына машинаның мынандай дерзкий, короче, бір нәрсе қылып, ерекше кәдімгі бір факт қалдырса, BMW туралы, біз соған сыйлық береміз комментарийдің астында. Сәкет, келесі көлік. Мына дәл қазіргі сәтте көзімізге бірден түскен E28 егесі Бауыржан, ассалаумағалейкум. Машина туралы бір-екі ауыз сөз. Егесі мен ағам, мен емес, мен тек қана алып келдім. Екі сөз айтқанда, в аутентичном состоянии, полностью стандартная. Жақындап көрсетіп бар. Мысалы, көбісі бізде қазір бұл машиналар ескі ғой, 30 жыл болған. Көбісі двигательдері құриды да жаңа двигатель салады, өйткені ескі двигательдерге запчасть жоқ. Бұл жақта өзінің родной карбюраторный двигатель тұр. Қай жылғы көлік? 84. Міне мына жерде қараңыз. Өзі көрсетілген стрелка. Мына жерде міне стрелка көрсетіп тұр екен, осы стрелкадан ашасыз деп тұр ғой. 6-цилиндровый, 2-литровый М20 карбюраторный. Бұндай машине двигатель өзі запчастьін айтпай қойын. Динозавр сияқты ғой. Бұл қиын. Жоқ. Бұл винімен барлығын вбивать етсеңіз, вин аңды жерде. Полностью заводской состояние. Машина. Ар жағынан қарасаң, салонның қай жылғы көлік? 84 жылдан бері өзінің қозғалтқышы тұр екен мына жақта. Егер вин-кодымен тексеретін болса, қозғалтқышпен вин-код сәйкес келеді дейді. Керемет. Салон. Мен мына салонды артаңдашы мынау. АСМР жасау керек көлік екен прям. Қараңыздар. Магнитола барлығы салынған, енді бұларды ауыстыру керек. Ол кездегі кассетный магнитола ғой, сондықтан ауыстырдық бұны. Бұл жақта негізі 3 машинеден жиналған нәрсе ғой. Қазір мына жерде механический стеклоподъемник тұрды, бірақ ішінде уже электрический моторчиктары орнатылған. Я просто полтиметр до конца доделать. В остальном все заводское. Бірақ иісі, түрі, бәрі визуально әдемі екен. Мысалы, сиденің өзі сықырламайды. Көп жүрмеген машине ғой. Қанша болып тұр пробегі? Пробегі көп болмағанда 344 мың. 344. Мен де 70 қанша жылғы дедім? 84. 84 жылғы машинаға ол. Әдемі ғой, әдемі. Сыртын бояғансыздар ма? Сырты освежаться етілген. Өздеріңіз жасадыңыздар ма? Әдемі екен. Енді қараңыз, осындай көлік жинағысы келетін адамға бұл көлік қаншаға айналады егер жинағысы келді, нөлден алып, немесе дайын өйстіп сіздерден сатып алса, бұл қанша болады, сол қызық болып тұр? Оны айта алмаймын. Оны қалай кездесесіздер, былай жинайтын болсаңыз өте қымбат болады. Өйткені мынау резинкалардың бәрі, қараңыз, бұлар күннен ыстықтан солып кетеді, қысқарып қалады. Бұларды қазір табу қиын. А бояйтын болсаңыз, бұның бәрін шешіп жаңадан алу керек. В общем, если хотите строить, то не стоит. Хорошо подумайте 10 раз. Не советую дейсіз ба? Не советую. Ал егер мына көлік сатылатын болса, қаншаға кетеді? Білмеймін, оны ағамнан сұрау керек, бірақ ағам сатпайтын шығар. Сатпайды, мен мынадай болып жинағаннан кейін. Сәттілік, рахмет, керемет деген көлік. Міне, кішкентай копиясы тұр артында.
мына дәл қазіргі сәтте BMW-лардың драг алаңындамыз. Әрқайсысы қазір өздерінің бақтарын сынап көруде. Ескісі бар, жаңасы бар, әрқайсысы өз класстарымен, өз қозғалтқыштың көлемдерімен міне осы жерден бірінші стартқа келеді. Сосын мына жерде старттан ары қарай. Егер Марк Диксон анау бетонкада бейресми жарыстардың барлығын өткізіп жүрсе, ресми жарыстардың барлығы осы Соколдың алаңында, міне дәл осы драг алаңында өтеді. Ендеше біз қазір барып осы драгтың атасы деген, жалпы дрифттің атасы деген Фарух деген кісіден барып интервью алайық, бір-екі сұрақтарымыз қояйық, кеттік. Міне дәл қазір жанымызда осы BMW-лардың ішіндегі осы дрифттің, драгтың атасы деді. Фарухқа бар, Фарух саған барлығын айтып береді еді, бірден келдім. Енді жалпы осы драг жайлы мысалы біздің көрермендеріміздің арасында осындай көлікті жинағысы келетіндер көп. Соларға кеңес қалай жинау керек? Неге назар аудару керек? Қалай көлікті сатып алу керек? Сол драгқа қатысу үшін. Біріншіден машинаның состояниесіне қарау. Біріншіден. Екіншіден енді ол доработка, мотор доработка жасалады. Коробка, редуктор бағанағыдай постепенно кете береді негізі. Жасалатын нәрсе ғой бәрі. Сол үшін бірінші очередь технический состояние қарау керек қой машина. Тех состояние. Тех состояниесі. Дальше ол сырты маңызды емес, кузов. Сырты маңызды емес. Драгқа, драгқа маңызды емес. Главный бағанағыдай мотор мықты болу керек па? Мотор, коробка, редукторың бәрі осы. Жалпы мысалы қарапайымда орта есеппен алайық. Андай прям керемет СРТ демей қойық, әшейін өзінің не от сертификаты біреуде, не бар шығар. Осындай драг машина жинап шығу үшін қанша қаражат керек шамамен? Қозғалтқышы деріске қылу үшін бәрі. Бізде бюджетный вариант дейді ғой. Бізде примерно бір машинамен ар санаған кезде 3 миллион моторымен, бәрімен, результатымен 3 миллион мысалы мен машина. Сол результат 3 миллион. 3 миллионға не кіреді енді? Кузов кіреді, мотор кіреді, коробка кіреді, бағана доработкалар бар, бәрімен санағанда 3 миллион. 3 миллиондай ақша жатыр деп. 3 миллиондай, маған мысалы мен свап жасайын деймін, ойбай свабың 3 миллион 400 тұрады деді ғой. Бір свап. Енді әркім әртүрлі ғой. Айта ма? Айта беремін. Абылай 3 миллион негізі жетеді. 3 миллион жетеді. Бағанағыдай кузов аласың, мотор саласың, коробка саласың, редуктор саласың. Дальше больше дорабатывать етесің уже. Ол дайын тұрады драгқа. Дайын тұрады, иә. Уже сол сферада жүргеннен кейін примерно біз білеміз да, чөп-чөп қалай не жасау керек екенін. Сол үшін 3 миллиондарың болса, бір осындай драг машина жинап алуға болады. Болады, иә. Все. Рахмет, сәттілік екен, Алла разы болсын. Құрметті достар, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі фестивальдан біздің түсіріліміміз аяқталды, ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, сыйлық ұтасыздар. Келесі кездескенше.